Арықтау психологиясы. Артық салмақ көңіліңізді түсіріп, одан қалай да арылу уайымдап, қаншалықты қатты қаласаңыз да, әуелі семірудің басты себебін, яғни физиологиялық ерекшелігін анықтап алмай, ешбір шектеуге, диета отыруға асықпаңыз. Денсаулық бәрінен де маңызды. Әсіресе қазіргі кезде өте көп сөз болып, жарнамаланып пайда болған түрлі дәрі-дәрмек, коктейль, шөп сияқты пайдасынан зияны көп нәрселерге құмартпаңыз. Әр адам бөлек бір әлем. Олардың мінезі, тағдыры, арман мақсаты, ойы бір-біріне ұқсамайды. Дәл сол сияқты анатомиямызда, яғни тәніміздің сипаты да айрықша. Бәріміздің Алла жаратқан 12 мүшеміз бар, бірақ зат алмасу процесі бөлек. Біреу қанша тамақ жесе де арық болса, екінші біреу керісінше қанша шектесе де артық салмаққа бейім болады. Бұл табиғаттан. Сол үшін бір адамға әсері зор спорт түрі мен диета басқа біреуіне түк әсер етпеуі мүмкін. Сол себепті ең алдымен неге толып кете бересіз? Не себепті арықтай алмайсыз? Соны анықтап алған жөн. Соған қарай арықтаудың жолы да, шешімі де белгілі болады. Кез келген мәселеде алдымен себебін анықтау маңызды. Осыны есте сақтаңыз. Организмге дәрумендер жетіспейтін шығар. Оны медициналық қан талдау арқылы анықтап алуға болады. Көп қимылдау керек шығар, может. Одан бөлек дұрыс тамақтану деген бар. Мұның бәрі арықтаудың дұрыс жолдары. Қазір денсаулық сақтау саласында нутрициология деген бағыт кең тарады. Сауатты арықтау деген түсінік пайда болды. Осыны зерттеп алу әрбірімізге септігін тигізеді. Психолог маман ретінде адамның арықтай алмауының психологиялық сипатын сөз ете кетсек, әуелі арық адам дегенде көз алдыңызға қандай адам елестетесіз? Арық адам сіздің ойыңызша кім? Жалпы арық деген сөзді қалай түсінесіз деген сұрағым келіп тұр. Көз алдыңызға келген образ тіліңізге оралған ой түпкі санаңыздағы арық адам деген түсінікті береді. Өзімнің арық адам дегенде ойыма келген алғашқы түсінігіме келсек, ол ауру, әлсіз, күш-қуаты аз, ақшаны көп таба алмайтын адам деп ойлайтынмын. Түпкі санамдағы түсінігім осындай болған. Осы бір теріс түсінікті жойып, миыма арық адамның да күші, энергиясы, іс-әрекеті, табысы мол бола алады. Арық адам мықты адам деген түсінікті енгізіп, бекітіп, бастапқы ойыма өзгергеннен кейін маған диетада әсер ете бастады. Салмағым да жайлап азайды. Сондықтан алдымен мидағы жалған түсінікті анықтау керек. Сол кезде ғана әрекеті жасап, арықтауға психологиялық тұрғыда дайын боласыз. Арықтауды стресске емес, саналы әрекетке айналдыру қажет. Сонда нәтижесі де көп күттірмей көзге көрінеді. Арықтауға байланысты түпкі санада қалыптасып қалған түсінікті өзгертудің әртүрлі әдісі бар. Соның біреумен таныстыра кетсек, арық адамның позитив, яғни жақсы, жағымды образын қалыптастыру үшін айналадағы сіз танитын дене бітімі, жаны да әдемі, яғни тән сұлулығы мен жан сұлулығы үйлескен, өзі арық бола тұрса да табысты, энергиясы көп, елгезек адамды үлгі ретінде қабылдап үйреніңіз. Сол адамнан жіптік те арық болудың пайдасы мен артықшылығын көру арқылы сіз де сондай болуға талпыныңыз. Көп келіншекте бала тусаң толып кетесің, көп балалы болсаң сымбатты денемен қоштаса бер, қайтадан арық қалпыңа түсе алмайсың деген жалған түсінік бар. Осы установкада арықтауға кедергі болады. Ал сіз бірнеше бала туғаннан кейін де өзін күтіп, сымбатын баптап, әдемі болып жүрген келіншектерге қарап, миға, міне, осындай әдемі ана болуға болады деген анық образды көрсетіңіз. Мысалы, желіде Инстаграмда өзіңізге ұнайтын бір әдемі блогерді алыңыз. Көп балалы, жан-жақты, шаршамайтын. Тағы бір әдіс. Арық болудың қандай артықшылығы бар екен тізіп шығыңыз. Мәселен, арық адамға не кисе де жарасады, қалаған киім үлгісін киеді, жеңіл қимылдайды, көрер көзге де өте тартымды келеді. Артық салмағы жоқ адамның дені де сау болады. Тағы басқа. Осылайша сіз денеге артық май жинамаудың артықшылығын
пайдасын анық түсіну арқылы мидың сол мақсатқа ұмтылысын күшейтесіз. Арықтауды қалайтын адам мәжбүрлі түрде түрлі диетаға отырып, өзін зорықтырып жаттығу жасай берсе, организмді стресске түсіреді. Алдымен миды психологиялық тұрғыда дайындап, кейін саналы әрекеттер арқылы асықпай, аптықпай салмақ тастауды көздеген дұрыс. Ең бастысы, қалауыңыз анық, шынайы болсын. Және де біреу үшін емес, күйеуіңіз үшін, ата-енеңіз, достарыңыз үшін емес, өзіңіз үшін, өзіңізге өзіңіз ұнау үшін арықтауға тырысыңыз.